Қайырлы күн, құрметті маңғыстаулықтар. Бұл ретте кеше ғана қоршаған ортаны қорғау күні болды. Соған байланысты табиғат жанашырлары күннен күнге көбейіп, қатарымыз толыққанына біздер бір мәрте қуанатын боламыз. Аталарға байланысты бүгінгі брифингтің туристік аймақтарда, яғни тазалықты сақтау бойынша, жалпы бүгінгі таңда облыс бойынша өзімізге белгілі таза Қазақстан акциясы өндірілді. Сол акция барысында 600 тоннаға жақын қоқыс шығарылды. 30 мыңға жуық адам сенбілікке қатысып, жинауға қатысты. Бұл ретте Каспий теңізінің жағалауы, жол жиектері, ауылдық елді мекендер, аудан орталықтарының барлығы қоқыстан шығарылған болатын. Бірақ соған қарамастан бүгінгі күнде үлкен бір мәселе болып туындап отырған, бұл ерекше еш жерде кездеспейтін табиғи, бізге мұра болып қалған табиғи әдемі жерлеріміздің ластануы. Өздеріңізге белгілі, Ошмұра бұл табиғи ерекше қорғалатын табиғи аумаққа жатады. Сонымен қатар 590 тарихи мәдени ескерткіштеріміз бар облыс бойынша. Солардың төңіректерінің барлығы дерлік осы символистердің арасында жиналған болатын. Ал ол ерекше қорғауға жатпаған, бірақ та көбінесе көптеген тұрғындардың қызығушылығын оятып жүрген Көктасай, Самал, Көкала деген жерлерімізде бүгінгі таңда жабайы туризмнің көптеп бару нәтижесінде қоқыс үйінділері көптеп жиналып отыр. Бұл жерлер бүгінгі күнге дейін экобелсенділермен 3 мәрте жиналған болатын. Бірақ әлі де халықтың баруы бұл жерге толастап жатқан жоқ, және де қоқыстың тасталуы да толастап тұрған жоқ. Сол себептен құрметті маңғыстаулықтар, табиғат анамызға жанашырлық танытып, қоқыстарымызды қалдырмай, өздеріңізбен бірге полигонға алып баруға немесе арнайы орындарға тастау бойынша шаралар қабылдауыңызды сұраймыз. Туристік орындардың барлығы кез келген туристік агенттік қазіргі таңда туризм басқармасымен меморандумға отырып, сол жерде қоқыстарды тастамау туралы өздерімен бірге алып кету бойынша белгілі шаралар қабылдап отыр. Бірақ біздерде бүгінгі таңда жабайы туризм бар, яғни бұл ешқандай туристік агенттікке жүгінбей, өздігімен өздері осы тұрғын облысымыздың тұрғындары болсын, өзге жерден келген азаматтар болсын, келіп жерлерімізге барып, сол жерлерде демалыс ұйымдастырғаннан кейін қоқыстарын қалдырып кету фактілері бүгінгі таңда қалып отырған қоқыстардың көлеміне қарай соны анықтап отырмыз. Сол себептен бұл ретте қоқыстардың қалуы бұл ұшақ біріншіден экологиялық зардап алып келеді, екіншіден өрт қауіпсіздігіне өзінің кеселін тигізеді. Өйткені қазіргі таңда ыстық уақытта кез келген пластик болсын, немесе ол жерде целлофан мешок болсын, қызып, жанып, дала өртіне алып келуі мүмкін. Сол себептен сақтық шараларын біріншіден сақтау керекпіз. Яғни бұл жерде қоқыс қалдыру бұл біріншіден экологиялық мәдениеттің жоқтығын көрсетеді, және де өзіміздің деңгейімізді көрсетеді. Сол себептен жауапкершілікпен қарап, экологиялық мәдениетіміздің бар екендігін, саналы азамат екендігімізді көрсетіп, қоқыстарымызды өзімізбен бірге ала жүруіміз қажет деп үндеу тастағым келеді. Және де сақтық шараларын сақтау керекпіз. Яғни бұл жерде қалдырған пластик, кейбірлері жақсы бұл пластикті қалдыра салайық, немесе көміп кетейік, ештеңе болмайды. Жоқ, ол ештеңе болмайды емес, ол переработкаға егер де кетпейтін болса, ол өзіндік қызып, ары қарай жерді қыздырып, содан кейін өрт қаупін төндіруі мүмкін. Бұл екінші. Үшінші, қазіргі таңда өткен аптаның өзінде фактілер болды. Бозжыра шатқалында демалушылар бар, шатқалдың төбесінен аяғы тайып кетіп, құлап қалған фактісі тіркелді. Сондайлардың болдырмау мақсатында табиғат аясына барғанда сақтық ережелерін сақтауды сұраймыз. Табиғи ресурстар басқармасы, экология департаменті, табиғи қорғау полициясы, бұл жерде үшеуде біздерде рейд жұмыстары бар. Соған сәйкес бізге хабар берсе, біздерден табиғат қорғау полициясынан хабарлаймыз, экология департаментіне хабарлаймыз, содан кейін айыппұл салынып, сол жерде айыппұл өндірілетін болады. Сол себептен осыған байланысты біздің байланыс номеріміз бар, оны өзіңізге береміз. WhatsApp, табиғи ресурстар басқармасының WhatsApp желіде номері бар, өзінің тікелей, сонда да жіберуге болады. Департамент экология, табиғи қорғау полициясының да өзінің официальный сайттарына немесе қабілетіне жолдауға болады. Байланыс номерлері
Президент бар, Казахский